Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода осындай логопедиялық диагностикалық альбомның жасалу жолын сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен электронды шаблондарымыздың барлығын түрлі түсті принтердің көмегімен фото бумагаға шығарып алатын боламыз. Менде фото бумаганың қалыңдығы 160 грамм. Қағаздың барлығын шығарып алғаннан кейін қиюға арналған детальдардың барлығын кәдімгі қайшының көмегімен қиып шығатын боламыз. Ламинаттауға арналған 125 микрондық пленкамызды алып, осы суреттеріміздің барлығын пленканың ішіне орналастырамыз. Бізде пленканың бас жағы жабық болады, астыңғы жағы ашық. Осы ашық жағынан бастап суреттеріміздің барлығын саламыз. Ұсақ бөлшектерімізді орналастырған кезде шамамен екі суреттің арасында 1 см орын қалатындай етіп орналастырасыздар. Бұл бізде ламинатордан өткен кезде арасы жақсы жабысып тұру үшін қажет. Ұсақ детальдарды мен А3 пленкаға ламинаттаймын. Астыңғы бөліктегі суреттерім жылжып кетпес үшін астына кәдімгідей канцеляриялық клейді жағып, осылай пленкаға жабыстырып қоямын. Өзінен А3 форматты да А4 форматты да шығара беретін осындай темір ламинатор аппаратымда 130 градусқа дейін қыздырып қоятын боламын. Аппарат қызғаннан кейін ламинат пленкамыздың міне жабық жағынан бастап, осы ламинатордың ішіне қарай өткізіп ламинаттайтын боламын. Дайын болған ламинатталған қағазымыздың барлығын енді екінші рет қайшының көмегімен қиып шығатын боламыз. Кішкентай детальдарды қиған кезде міндетті түрде суреттен пленкамыз 2-3 мм артық қалатындай етіп қиятын боламыз. Бұл бізде пленкамыз болашақта ашылып кетпей қатты жабысып тұру үшін қажет. Кітап ретінде біріктіру үшін мен осындай темір переплетті пайдаланамын. Бірінші суретті қалай тесіп бастадыңыздар, екінші суретті де дәл сол бағытта орналастырып, сол размермен барлығын тесіп шығасыздар. Астыңғы бөлігіне темір пружинамызды орналастыратын боламыз. Содан кейін осы тесіп алған беттеріміздің барлығын осы темір пружинаға іліп шығамыз. Переплеттің жоғарғы бөлігіне қарай апарып, ручкамызды басып, осы темірімізді қысып аламыз. Неге кітабымыз міне дайын болып қалды, енді тек қана липучкаларын жабыстыру қалды. Бізде липучкамыздың бір жағы қатты және екінші жағы жұмсақ болады. Қатты жағын астыңғы негізгі фонға жабыстырамын, ал жұмсақ жағын мен осы ұсақ детальдарға жабыстыратын боламын. Өйткені балалардың қолына ұстағанға жұмсақ болу қажет. Қосымша детальдардың барлығын осындай кішігірім файлға салып қоямын. Мінекей жас шамасы 5 жастан асқан балаларға арналған диагностикалық кітапшамыз дайын болды. Ішіндегі көп ойындары осындай липучкалы бөлшектерден тұрады. Сонымен қатар санауға да, салыстыруға да, буындап оқуға да арналған беттері бар. Барлығы жалпы саны 20 беттен тұратын осындай кітапша.